Ең сұмдығы, Ресейде қазір адамдар жаппай депрессияға ұшырап жатыр. Ресейде наразылық ашыққа кетіп бара жатыр. Қазір енді Ресейдің ішкі жағында мынандай сыбыс бар. Путин Қытайдан саяси баспана сұрап отыр. Қытай Путинді жаңа кез келген басыңа қауіп төнгенде, немесе орыс элитасы саған қауіп төндіріп, орда төңкерісі болып, орда өзгерісі болып, Горбачевті кезінде ұйғамақ қалған сияқты қандай да бір өзгеріс болса, Қытайға қашып кел деген жаңағы уәде беріпті. Қытай Путинге жаңағы мәңгілік жаңағы саяси баспана береді екен, Путинді қорғауына алады екен деген әңгіме бейресми әлеуметтік желіде айтылып жатыр. Ашық ақпаратта жоқ. Енді осыдан шын мәнінде Путин екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Гитлер Совет одағын қидай сыпырып Мәскеуге 30 километр қалғанға дейін, Кремльдің мұнаралары көрінген жерге дейін Гитлердің әскері басып кіргенін барлығымыз білеміз. Сол кезде Сталин Аргентинаға қашуды жоспарлаған екен. Аргентинаға. Ал Сталинді Аргентинаға қашу жоспарынан бас тартқызған Англия мен Американың көмегі болған. Олар бүкіл қарумен, ақшамен өндіріс орындарын тұтас көшіріп әкеп, қару-жарақты сенің жерінде жасап, сенде халық бар, сол халқыңа жаңағы біздің зауыттарда өндірген қаруларды бересің, өздерің өндіресіңдер, бүкіл мамандарды жібереміз. Міне 40 миллиард доллар ақша, міне мынау осындай көмек деп, сонымен Сталин қайтадан үміт ұшқыны оянып, Сталинде сөйтіп Аргентинаға қашудан бас тартқан екен. Міне қазірде Путин артқы жағын ойлай бастаған, жел шықпаса шөптің басы қозғалмайды деген. Қазіргі мынау Украин жеріндегі өндіріс орындарын біртіндеп жылжытқанынан, оның тіпті анау кейбір өзі басып алған жердегі халықтарды Москва облысына қарай көшуге ішкі бейресми бұйрық бергенінен, адамдардың жаппай Днепр, Луганск, Херсон, Қырымнан жаппай ырықты ырықсыз түрде ұйымдасқан және ұйымдасқан бейресми түрде Ресейдің ішкі жағына көшіп жатқандығынан, ал орыс азаматтарының қазір енді жаңағы мына қыстың аязы біліне бастаған тұста мынау Еуропадан тау асып, тас басып, кәдімгі білесіздер, мына шығыс Еуропамен, орыстың біраз шекарасы бар. Енді сонда қаншама қатаң күзет болғанына қарамастан, қаншама мынау әрбір жүріп өткен түлкіге, қасқырға дейін дене температурасына қарап, осындай нәрсе өтті деп бақылап тұрғанына қарамастан, орыстар қазір қашып, мынау шығыс Еуропа мен Еуропа елдеріне тау асып, тас басып, елсіз мекендерден қашып барып жатыр. Міне осының барлығы Ресейдегі жағдайдың күннен күнге қиындай түскендігін білдіреді. Қазір орыстарда жаппай қылмыс күшейген, ішкі жақта халық депрессияға ұшыраған, банктерге ешкім ақша қоймайтын болған, байлардың өзі жаңағы депрессияға ұшырап, бір күн жаңағы Оралыңның барында ойнада гүлдеп, бүгін тапқан ақшасына бүгін ойнап күлетін болған, алқаштық асқынған. Енді жаңа орыстың қыздары жаппай жаңағы неше түрлі мың сан түрлі сылтауменен жаңағы шетел асуды көздеген жігіттері қашып жан жаққа кетіп жатқан осындай бір құбылыс Ресейде қатты белең алды. Яғни Ресейде бұғанға дейін біз Украинаны жаулап аламыз, міне мына жерді жаулап алдық, міне Киевті бір айда аламыз, міне бір аптада тасталқан шығарамыз деген бүкіл сөздің ертек екендігін, Путиннің бүкіл бұлжырағандарын, Лавровтың жаңағы бүкіл оттамаларының ешқашан іске аспайтын бос сөз екендігін, бұлшыл әңгіме екендігін орыстың баласы да шағасы да түсініп, енді әрбір орыс өзінің қарақан басының қамын ойлайтын жағдайға жетіп қалған. Бұл міне соғыс келе жатыр, соғыс міне басталып, міне орыста қыс келе жатыр. Осы қыста, міне жаңа жылда, биылғы жаңа жылдың кезінде, арақтың ең көп ішілетін кезі, әрбір жаңа жыл болатын кезде бүкіл Ресейдің үлкен қалаларында бәленбай жаңағы запастағы көлік жаңағы жедел жәрдемге босатылады. Бәленбай запастағы жаңағы ішкі әскерлердің өзі полицияларға көмектесіп амандық сақтауға босатылады. Бүкіл бәленбай бос үйлер моргке, жаңа мәйітханаларға айналдырылады. Жаңа жыл кезінде тек бір жаңа жылдың өзінде Ресейде 1 миллионға жуық адам рет
өледі және ауыр дәрежеде жараланады, өрт шығыны болады. Себеп жаңа жылдың кезінде орыстар жаппай арақ ішеді, арақ ішіп көлік жүргізу, арақ ішіп төбелесу, қырғын болу, пышақта өлу, сол арақтан уланып өлу, содан кейін сол арақты көп ішкеннен болатын басқа да қылмыстар тікелей және жанамалай. Жалпы жаңа жылдың басынан, сол жаңа жылдан келесі ақпанның айына дейін орыстарда өлетін адамдардың саны осындай күрт артады екен. Бүкіл мәйітхана жаңа өлген өлікке толады. Қылмыспен өлтірілген өліктер, докторхананың барлығы жаңа арақтан уланған, бірін-бірі пышақтаған орысқа толады. Енді биылғы жаңа жыл, былайша айтқанда, Путин үшін де міне келе жатыр. Міне қараша бір айдан кейін желтоқсан, сосын міне жаңа жыл, міне екі айдан сәл ғана көп уақыт. Осы жаңа жылдың алды артында Ресейде депрессияның, торығудың, жабығудың көкесі, ал бұның арты арақтың көкесі, арақтың арты соғыстың, төбелестің көкесі. Міне баяғыдағы тек қана біз жаулап алған жерлерімен мақталады. Міне Грузияның 2 облысын жаулап алдық. Міне Донецк мен Луганскіні жаулап алдық. Міне Қырымды жаулап алдық деп жаулап алып, оның алдында шешендерді қанға бөктіріп, міне деп тек қана орыстық шовинизм арқылы жылдар өтіп, ол ұмытыла бастағанда екіншісі, мысалы, бірінші рет шешен соғысынан кейін екінші шешен соғысын бастап, одан Грузияның 2 облысын жаулап алды, одан жаңа Донецк, Луганскіде шатақ шығарды, одан Қырымды жаулап алды. Былайша айтқанда орыстың жаңағы есерсоқтықпен ауыратын шовинистік пиғылдағы халқына сол ауыр, былайша айтқанда шовинизмді, мына импершілдік ауруды наркотика ретінде береді. Сосын наркотиканың жаңағы дозасы азайып, енді оның күші қайта бастағанда екінші наркотикалық ауруды бастайды, яғни екінші шабуылдық соғысты бастайды. Оның дозасы қайта бастағанда, күші қайта бастағанда үшіншісін береді. Енді міне Украинаға жалпы беттік жаппай соғыс ашып еді, оның нәтижесі мынау болды. Ең соңында қамбасында қаруда қалмай, қазір Ресейдің қамбаларында қару 30%-ға түсіп қалған. 30% ең төменгі мемлекетке сырттан шабуыл жасағанға керек, ең төменгі халықты қаруландырулық сипатында қарулар. Енді содан жан таппағанда Ираннан қару алып отыр. Иран деген енді сайда саны құмда ізі жоқ елдің санатында. Осындай деңгейге түсіп қалғаннан орыстың да енді былайша айтқанда шықпа жаным, шықпа деп отырғанын білуге болады. Жалпы өте жағымдыға бар, Қытайдан да орыстан да. Мен енді осы орыс пен Қытайдың ортасында отырған, ғасырлар бойы тек қана соңғы бірнеше ғасырда орыспен тек қырылысып, ең соңында Кенесары ханның жаңағы басы шабылуымен аяқтаған қазақтың егемендік тәуелсіздік күресі, одан кейінгі мынау Ақпатшаның кезіндегі қарқара көтерілісі, албан көтерілісі, одан бұрынғы мың сан реткі көтерілістер, мынау қызыл орыстың кезіндегі 2000-ға жуық қазақ жеріндегі көтеріліс, одан кейінгі мына тың игеру кезінде қазақ жеріндегі стихиялды наразылықтар, ең соңы желтоқсанның қанды қырғыны, бұның барлығы қазақтың шынайы тәуелсіздік күресі. Оның соңы міне кешегі қаңтардағы қанды қаңтар қырғыны. Ол да міне орыстың қолымен жанышталды. Орыстың басыбайлы иті Қанішер Тоқаевтың қолымен жанышталды.